сөздеріміз келемежде кемсіту, қорлау деген мағынаны білдіреді. Ал қарапайым тілде айтқанда, адамның өзгеге қол көрсетуі және күш көрсетуі және оны келемежде. Әрбір адам дұрыс ортада өмір сүруге құқылы. Онда барлығы тең болсын. Ол ортада саған емес, сенің қалжыңыңа күлсін. Сенің барлығыңа қуансын. Егер сені біреу ренжітсе, көмек сұра. Қайта сұраудан ұялма. Егер басқа біреуді ренжітсе, оған көмектес. Дау-дамай, бейбіт жолмен шешесің. Біз бір-біріміз үшін жауаптымыз. Біз бәріміз біргеміз. Bir үйдің баласындай, бірлігімізді сақтай.